Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгін қан қысымынан біржолата қарапайым, дәрісіз және табиғи жолмен құтылу әдістері жайлы айтпақпын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін көріңіз. Қазіргі таңда қан қысымы ең көп тараған сырқаттардың бірі болып отыр. Статистика бойынша елімізде әрбір 10-шы адам осы аурумен ауырады екен. Ал республика бойынша адам өліміне соқтыртатын аурулардың ішінде қан қысымы бірінші орында тұр. Ауру жас талғамайды. Оның себебі неде? Қан қысымының болу себебі: тұқым қуалау, дұрыс тамақтанбау, қимыл қозғалыстың аздығы, бір орында отырып жұмыс жасау, арақ, темекіге әуес болу. Енді қан қысымынан біржолата құтылудың жолдары бар ма деген сұраққа дәрігерлердің жауабы: қан қысымынан құтылудың жолдары өте көп. Соның ішінде дұрыс тамақтану. Ауру астан деген дана халқымыз. Тәтті, тұзды, ащы, қуырған, қақталған тамақтардан бас тартып, оның орнына жеміс-жидектерді, көкөністерді көп тұтынған жөн және түрлі витаминдерге бай дәндер мен дақылдарды пайдаланған жөн. Жаттығу жасау. Күніге тұрақты түрде аз ғана уақытты бөліп жаттығу жасаған жөн. Жатар алдында 30 минут бұрын таза ауада серуендеп көрген жақсы. Аш қарында жылы су ішуді әдетке айналдырған дұрыс. Қан қысымынан біржолата құтылуға мына тұнба да өте пайдасы бар. 2 стақан қызылшаның согына 250 грамм таза бал, 1 лимонды жақсылап теркіден өткізіп, 1,5 стақан мүкжидектің согы және 200 грамм арақ құйып араластырып, 2-3 сағат қараңғы жерге қою керек. Сосын күніне бір ас қасықтан 3 мезгіл тамақтан алдын жарты сағат бұрын ішу керек. 3 ай бойы ішіп қолдансаңыз, давлениеңіз жоқ болады. Бұл тұнба бүкіл қан айналымын жақсартады. Тамырларға керек витаминдерді байытады. Қаныңызды тазалайды, иммунитетіңізді көтереді. Міне, осы қарапайым ережелерді сақтасаңыз, қан қысымынан алдын аласыз және біржолата құтыла аласыз. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеңіз. Дені саудың жаны сау. Денсаулығыңызды жақсарту өз қолыңызда екенін ұмытпағайсыз. Құрметті көрермен, ақпаратым пайдалы болса, жаңа дамып келе жатқан каналымның дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Ақпаратым пайдаңызға жарасын.